Достар, біз осы Қытайдың уланған көкөністерін күнделікті жеп жүрген жоқпыз ба? Мен бұған бір дәлел айтайын. Менің бір досым Қытайдың фурасын айдайды. Яғни осындай көкөністер тасиды. Күніне 20-30 фура таможнядан өтіп, осы Алматыға, Қазақстанның кез келген қалаларына осындай көкөністер тасып әкеледі. Қалаяғы картошкаға дейін әкеледі. Картошканың өзін осы базарға әкеліп тұрғанда 2 күнде талап отырып алып кетеді дейді соны. Қайтадан Қытайға өтіп кетеді. 2-3 күнде бір келіп тұрады. Яғни аптасына, айына неше рет келеді. Сонда біз күнделікті осындай Қытайдың уланған көкөністерін жеп жүрміз деген сөз. Енді не істеуіміз керек? Бірінші, өзіміз өндіруіміз керек. Яғни енді өзіміз өндіріп осыған үлгермей жатқан жағдайда осындай бір аппараттан біреуін алып, тазалыққа мән беріп, санитарлық тазалықтардың барлығын қадағалап отырып, осылай тазалап жеуіміз керек. Құрметті достар, осы видеоны барлық достарыңызға, туыстарыңызға таратып қойыңыздар, және де видео ұнайтын болса лайк басып пікір қалдырыңыздар. Күнделікті осындай қызықты видеоны көріп отырғыңыз келсе, менің парақшамды жоғалта алмай тіркеліп алыңыздар, және менің парақшама кірсеңіздер, осындай қызықты ақпараттарды көре алатын боласыздар. Сау болыңыздар, аман болыңыздар.